Сәлем оқырман. Шерхан мен Ақбота бүгін ортаға эфирге шықты. Шерханның айтуынша үлкен той Түлкібаста 16 желтоқсан күні болса, ал эфирде той мен ботаның ұзатуы 12 желтоқсан күні болатын болды. Жақында ата-аналары бір-бірімен танысты, тәтті шайлар өтті. Ашық сөйлесу болған екен араларында. Шешімдері бір жерден шыққанын баяндады, 5 сағатқа отырыс созылыпты. Аналары да құрдас екен, аралары 4-5 жас, бел құрдас дейме ондайда. Күйеу бала асын салып, етін беріп қызметін көрсетіпті Шерхан. Шерхан болса ботаның анасында мама деп атап кетіпті, бота сол көрініске сүйсініп қарағанын айтты. Бота да Шерханның анасын алда, Дианара апа емес, мама деп айтатын боламын деді. Бота кәдімгідей үндемей қалыпты, көбіне Шерхан көп сөйледі. Ботаны жіберіп тұрамыз Алматыға, әдеттегідей жылына бір рет емес, сұрағанынша жіберем деді. Соған қарағанда бота Түлкібаста тұратын болып шешкен бе Шерхан екеуі? Жоғарыда айтқандай үлкен той Түлкібаста 16 желтоқсан күні болса, ал эфирде той мен ботаның ұзатуы 12 желтоқсан күні болатын болды. Эфирді жіберіп алмаңыздар. Эфирде Шерхан айтқандай күйеу бала құдаша қыз болмайды деді. Ал өздерінің тойларында жақын достары болатынын айтты. Тойды ендігі шыныменде болатынына сенімдіміз. Жастар үшін өте қуаныштымыз, көптен күткен сәт. Басқан қадамдарын хайырлы болсын. Бастысы ауызбіршілікте болсын, сол кезде сенімді болады, бақытты болсын. Үлгілі отбасы атанып, кішкентай бүлдіршіндерге толы болсын жас жұбайларға. Ал әдеттегідей оқырманның пікіріне назар аударайық. Бақытты болыңыздар, шын жүректен қуаныштымыз. Ең әдемі Шерханның Ақботаға қараған көз қарасы. Өңіп өсіп үлгілі отбасы болыңыздар. Екеуі де есейіп, үлкен өмірге аяқ басып жатыр. Бәрі жақсы болсын. Ұрыс керіссіз болмайды, әрине, но главное барлық қиындықтан қол ұстасып. Өтіңіздер, сендерді қолдаймыз, халықтың ерке жұбы. Шерхан есеппен үйленгелі жатыр, үйленген соң Ақбота сосын анасының қолына кіреді. Сосын мама деп отыр, Шерхан ауыр жұмыста жарамайды, Ақбота бағат. Ақбота амалдың жоқтығынан шығып жатыр, жүкті боп қалған соң. Ақботаның түрі айтып туып сүйген адамына қосылып жатқан қызда қуаныш болатын, бұлда дым жоқ, дейді көрермендеріміз. Ал сіз қалай ойлайсыз, жазып кетіңіз ойларыңызды.